Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге тауық етін көкөністермен араластырып духовкада пісіретін боламыз. Жасалу жолы өте оңай әрі қолжетімді. Көп уақытыңызды алмайды, барлығын турап сала салсаңыз болды. Олай болса, соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізге ол үшін тауық аяқтары қажет болады. Тауық аяқтарын жуып тазалап, бірнеше бөлшектерге бөліп аламыз. Содан соң дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка қосамыз. 1-2 тіше ұсақтап туралған сарымсағымызды қосамыз, немесе сарымсақты үткіштен өткізіп қоссаңыздар да болады. Және үстінен 2 ас қасық майонез саламыз. Содан соң 2 ас қасық кетчуп қосатын боламыз. Егер үйлеріңізде кетчуп болмаса, томат пастасын қолдансаңыздар да болады. 1 ас қасық соя соусын қосатын боламыз. Және 3 ас қасықтай пісте майын, яғни сұйық май қосамыз. Сосын барлығын жақсылап араластырып аламыз да жарты сағатқа қойып қоямыз. Ал оған дейін көкөністерімізді дайындайтын боламыз. Картоптарымызды осындай көлемде кесіп аламыз, жуып тазалап. Содан соң сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді осылай жұқалап турап алатын боламыз. Және одан соң үстіне пиязымызды саламыз. Кәдімгі тамаққа турағандай етіп 1 пияз салсаңыздар жеткілікті. Дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды және паприкамызды қосамыз. Және шамамен 3 ас қасықтай сұйық майымызды қосып, тағы да барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. 30 минут өткеннен соң противенімізге фольгамызды немесе пергамент қағазын төсеп, көкөністерімізді орналастыратын боламыз. Содан соң тауық еттерін орналастырып шығамыз. Енді қызып тұрған 190 немесе 200 градус пешімізде 1 сағат шамасында пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің тағамыз дайын болды. Өте дәмді, көріп тұрғандарыңыздай өте сулы, сочный болып шықты. Осындай ас көктермен әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.